Баршаңызға сәлем, жалынды да талантты жандар. Дәл осы видеоны басқаныңыз үшін сіз үшін қатты қуаныштымын, себебі дәл бүгін сізді үлкен білімдер күтіп тұр. Оның басталмас бұрын кері байланыс ретінде арнамызға тіркеліп, қоңыраушаны басып, лайкты басып өтіңіз. Бұл құнды ақпарат тегін болғандықтан да осыны жасасаңыз, біз қатты қуанар едік. Және де сабақ басталмас бұрын біз тақырыбымызды айтып өтейік. Біз бүгін pronouns-тың екінші бөлім сабағын relative және interrogative pronouns-тарды айтамыз. Ұмытпай, арнайы нәтиже болу үшін дәптер бастап, сабақты міндетті түрде дауыспен тыңдаңыз. Бүгінгі біздің бірінші тақырыбымыз relative pronouns in English. Бірнеше түрлері бар. Бірінші түрі who, whom. Use it to refer to people. Адамдарға қарай сілтегенде қолданылады. Who ол бізде subject, яғни бастауыштарға қарай айтқан кезде, ал whom дегеніміз ол тоқтауыштарға, яғни object. Мысалы, the boy who stole my bike has been caught. Менің велосипедімді ұрлап алған бала ұсталып қалыпты. Біз велосипедімді ұрлап алған, яғни біз бұл жерде кім деген секілді сөздерді біз аудармаймыз. Айтпақшыдай, аударып кетейін, егер де білмейтін болсаңыз, who деген ол негізі кім деген сөз. Аударсақ, which деген ол біздің который деген орысшада сөзімізге ұқсайды. Негізі барлық мағынасы сол, бірақ та біз ағылшында оны бір жалпылама түрде который деп атай салмаймыз. Біз оны арнайы біз сілтеп тұрған затымызға байланысты түрлі осындай зат есімдермен алмастырады екенбіз. Яғни есімдіктермен деп айтайықшы. Бұл бізде relative pronouns, зат есім емес. Зат деген сондай whose, where. Where деген негізі қайда деген сөз. Енді бірінші түсінікті болды. Which дегеніміз used to refer to things. Заттарға қарай сілтеген кезде қолданылады екен. Заттар. Мысалы, астында тұрған the car which is red belongs to my sister. Бұл жерде қызыл болып тұрған көлік менің әпкеме тиесілі, немесе анау қызыл көлік менің әпкемдікі деп аударсақ болады. Ал that дегеніміз can be used to refer to both people and things. Ол адамдарға да және де заттарға да сілтей алады. Бұл көбінесе қолданылады. Мысалы, who және де which-тің орнын алмастырып, сонымен ауыстыра салсақ та болады екен. Мысалы, the book that I'm reading is very interesting. Қазір мен қолданып оқып жатқан кітабым өте қызықты. Яғни, біз мына заттың орнына which-ті да қолдана алатын едік, бірақ та затты қолдансақ та ол ешқандай да қате емес. Одан кейінгі бізде whose. We use it to show possession. For example, the house whose roof is red is for sale. Whose дегеніміз ол адам емес, жалпы кез келген нәрсенің иеленуіне байланысты айтылады. Мысалы, мұнда whose деген оның сол шатырының түсі қызыл болып тұрған үй өте төмен бағада жаппай сатылып жатыр деп айтсақ болады. Жаппай сатылып жүріп жатыр. Яғни, біз оны қазақшаға аударған кезде қарапайым естіледі, бірақ ол ағылшыншада сол үй, который оның қызыл шатыры бар, сол распродажада деп аударсақ болады. Яғни, одан кейінгі тағы да бір мысал, the woman whose dog barks all night is annoying. Бұл жерде дәл солай аударамыз. Яғни, бұл жерде күн-түні бойы оның иті үріп жатқан әйел өте ренжіп тұр. The woman whose dog barks all night is annoying. Одан кейінгі where. Ол заттарға қарай сілтеген кезде қолданылады. Use it to refer to a place. For example, the store where I bought my shoes is now closed. Біз мысалға орыс тілінде былай айтамыз да, магазин, и сумка, которую я купила, магазин, в котором я побывала, деген секілді болатын болса, бұл жерде керісінше который деп немесе оған жұрнақ қоса салмайды, барлығы түбегейлі өзгеріп кетеді. Көріп тұрсыздар ғой, мен аяқ киімімді сатып алған дүкен дәл қазір жабылды.
немесе the park where we had our picnic is now closed. Біз өзіміздің пикнигімізді жасаған парк қазір жабылып қалды. Және де тағы да осындай ереже айтқымыз келіп тұр. As I can see from these examples, relative pronouns are used to give more information about the nouns or pronouns in a sentence. Және де сіздер осы мысалдардан көріп тұрғандарыңыздай, ағылшын тіліндегі relative pronouns ол белгілі бір зат туралы немесе сол жердегі есімдіктер туралы өте көп мол ақпарат береді екен. Жалпы біздің сабағымыз осымен тәмамдайық. Себебі ары қарай ұзақ болып кететін секілді. Онда келесі біздің сабағымызда біз interrogative pronouns'тарды қарастыратын боламыз. Қапа қалмаңыздар. Айтпақшы, тақырыпты бекіту үшін описаниедегі сілтемедегі тапсырмаларды орындап, біздің арнамызға тіркеліп, барлық белсенділіктерді танытып өтіңіздер. Олай болса, сау саламатта болыңыздар.